ертегінің оқиғаларын елестетуді ары қарай жалғастырамыз. Ертегі деген жанрдың адам өміріне қаншалықты маңызды екенін айтқым келіп тұр. Себебі ертегі айту, аңыз айту кішкене шынайы өмірден алшақтау, бұрынғы дүниені еске алу психологияда адамның релаксы үшін өте маңызды деп айтады. Себебі адам ұйықтайтын кезде күні бойы болған оқиғалар, хикаялар және шынайы өмірдегі жетістіктер немесе сәтсіздіктерден бір сәт ойын алаңдату керек. Сол кезде бізге көмекке музыка немесе АСМР және ертегілер келеді. Немесе жай ғана ұйықтар алдында армандаған пайдалы. Дәл сол армандау үшін ертегі оқиғаларын балаларға тіпті үлкендерге айтып беретін болған. Менің ертегілерім сіздерге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Және айтатын ертегіні іздейтін кезде мүмкіндігінше үлкенге де кішіге де жасқа да барлығына ұнайтынын іздеуге тырысамын. Айтпақшы, АСМР түсіру барысында біз кәдімгі белый шум дейді, ақ осындай деген дыбысты қосып қойдық. Себебі ол дыбыс біздің адам ағзасы үшін өте маңызды, пайдалы. Сәби ананың жатырында 9 ай жатқан кезде осы дыбысты естіп жатады. Және дүниеге келгеннен кейінгі бірнеше ай бойы оны тыныштандыру үшін осы дыбысты қояды. Және көптеген психотерапевттердің терапиясында осы дыбыс бар. Егер сізге ұнаса, осы дыбысты ары қарай АСМР түсірген кезде қалдырамыз. Сонымен бүгінгі ертегі бір үзім нан деп аталады. Мен әдейі осындай тандыр нан тауып алуға тырыстым. Бұны кәдімгі наубайханада мен сатып аларға дейін бір 20 минут бұрын пісірді. Түрінен көрінбесе де ол кәдімгі балғын. Бұл тандыр нан менің ойымша ежелгі замандағы нандарды дәл осылай елестетеді. Пештің қабырғасына жабыстырып пісіретін. Бұл бір үзім нан ертегісі екі көрші туралы. Көршілер, екі ер азамат бір-бірін мүлдем жақтырмайды, жақсы көрмейді. Не деген әлсіз сезім десеңізші. Жақсы көрмейтіні сонша, олар бір-бірінің түрін көргісі келмейді деген. Бір күні екі көрші өмір сүріп жатқан ауданға сол жердегі үлкен өзен таситын болып, су тасқыны болады деп хабарлама келеді. Бірақ екеуі сол хабарламаны естіп үлгергені сол екен. Судың үлкен ағыны олардың есігінің алдына келіп қалады. Бір көрші жарлы, екінші көрші өте ауқатты, дәулетті болған. Әрине, кім қолына не түседі, кім нені жинап үлгереді, соны бағалы деп санайды. Және соны бірінші қолына алып қашуға тырысады. Көршілердің бірі қолында бар байлығы жаңа піскен нанын алып кетеді. Білесіздер ма, осындай тандыр нанның бетіндегі тесіктерді қалай жасайтынын? Кейбір наубайханаларда осындай тандыр нанның бетіндегі тесіктерді жасауға арналған арнайы құрылғылар бар екен. Маған нанның өзі емес жұмсақ жері, ортасында осылай тесіктермен істеген қатты жері ұнайды. Әсіресе жаңа піскен кезінде ол өте сондай дәмді.
отырған сергені осындай сандықшасын алады. Сандықшаның іші әрине алтын, күміс, маржан тастарға толы. Екеуі де мүмкіндігінше жылдам талдың төбесіне мініп алады. Су тасқыны 1 күн болады, 2 күн болады. Су 2 күн бойы тартылмай тұрып алады. Талдың басында отырған көршілер бір-бірімен сөйлеседі. Амал жоқ. Сөзді бастайтын әрине әдетте сөйлескісі келмейтін дәулетті көрші. Материалдық құндылығы көп көрші. Ол екінші көршісінен нан берші деп сұрайды. Бірақ екінші көрші бермейді. Себебі оның бар байлығы сол. Әлі қанша талдың төбесінде отыратынын білмейді. Ол көршісінің көзінше нанды аузына салып жібереді, үндемей отыра береді. Шын мәнінде әлем халықтары барлығы бірдей классикалық түрде дастарханына қоятын, ешқашан бас тартпайтын тағамның түрі ол нан. Сандығын құшақтаған дәулетті кісі 1 күн аш отырады, 2-ші күн аш отырады. Сосын көршісінен тағы да нан сұрайды. Ол тағы да бермейді. Сөйтіп 1 апта өтеді. Дәулетті азамат әрине өзінің бар жиған зергенін, барлық байлығын осылай зергерлердің үлкен еңбекпен жасаған, жер бетінің әр түпкірінен тапқан асыл тастарын жинап, қарап, сүйсініп, осының барлығы қалай жасалған есіне алып, естеліктермен өзін жұбатуға тырысады. Шын мәнінде біздің қазақтың зергерлік бұйымдарына жететін ештеңе жоқ, иә. Үлкен терең мағына. Мысалы, мынау екеуі де қос тұмсық. Мынаны батыста билігі бар, сөзі өтімді әйелдер тағады дейді. Мен әшекейлердің дауысын жақсы көремін. Немесе мынандай. Қалай салдырайды десеңші. Қыздар келе жатады ғой алыстан. Асықпай, немесе асығып. Қазіргі кейбір минимализмнің жалғып кететініміз сонша, осындай әшекейлерді тағып алып сылдырап келе жатқан қыздарды көргенде біртүрлі қуанып қаламыз. Сонымен наны бар адам өзінің нанын жейді, ал қолында алтын күмісі толып отырған адам алтын күмісіне қарап отырғанда 1 апта өтеді. 1 апта өтіп, су тасқыны, судың беті қайта бастайды. Талдың басында отырған екеуі де жерге түседі. Бірақ жерге түскен кезде қолында дәулеті көп азаматтың әлсіреп қалғаны сонша, ол талып құлап есін жимай қалады екен. Ал нанын өзімен бірге ала барған азаматтың жағдайы жақсы, ары қарай тағы да нан табуға мүмкіндігі қалған екен. Шын мәнінде бұл ертегі менің ойымша осыдан 1 ғасыр бұрын кеңестік үкіметтің кезінде еңбекпен тапқан нан тәтті деген сияқты нанның идеологиясын бізге қатты сіңіруге тырысқан кезде пайда болған деп ойлаймын. Нанның қадірі қашанда бар, бірақ ақша таба білген адам
ұнады деп үміттенемін. Қандай ертегіні ASMR-де тыңдағыңыз келеді, қандай ертегілер